Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен қожелі мантысының рецептісімен бөлісемін. Бұл жерде менің қамыр илегенім түспей қалыпты. Қамырына бір жұмыртқа, тұз, суымызды, ұнымызды қосып, қаттылау етіп қамыр илеп қоямыз. Қамырымызды тұндырып қоямыз. Сол аралықта жуамызды жақсылап турап, үстіне фаршын, тұзын, бұрышын салып, салмасын дайындап аламыз. Енді тұнып тұрған қамырымызды 3 бөлікке бөліп алдым. Қамырымызды осылай оқтаудың ұнның көмегімен жұқа етіп жазып аламыз. Сол аралықта қазанымызға суымызды құйып қайната береміз. Қамырымызды жұқа етіп жаю өте маңызды. Сол кезде аралары жақсылап пісетін болады. Жұқа етіп жазған қамырымыздың үстіне салмамызды салып, жақсылап манты түйіп аламыз. Қазанымызды жақсылап майлап аламыз. Мантымызды үстіне орналастырып, орналасқан мантының үстінің бәріне жақсылап барлық жеріне май жағатын боламыз. Майымыз барлық жеріне тию керек. Бұл өте маңызды, жабысып қалмау үшін. Осылай мантымызды тез-тез түйіп алып, қазанымызға орналастырып, салып аламыз да 35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, өте сочный болып пісетін мантының түрі. Істеп қарасаңыздар болады. Каналым пайдалы. Тіркеліп, қолдап, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Видеом ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.